Шығармашылық жолыңыз қалай басталды? Сізді не шабыттандырады? Шығармашылық жол бұл өмір сүрумен байланысты. Өмір сүргенде көпті көріп, көпті көру дейді ғой, есту, көру, соның барлығы түйінделе келе қорытынды шығады. Сосын жазғың келеді. Енді Құдайдың берген таланты бар, жазуға деген құштарлық, өлеңге деген, жазуға деген. Сол нәрсені еңбекпенен әрмен қарай өзің алып кетесің. Сондықтан менде табиғат, адамзат мені құлшындатын жазуға. Енді поэзияны ерте бастан бастадық. Бүкіл жазушы ақындар солай ғой. Өлең деген эмоциямен келеді, сезіммен туады. Қуанасың, қайғырасың, жаза бересің, өлең шығады. Қазақтың қанында нәрсе. Ал енді проза бұл өмір тәжірибесінен келетін нәрсе. Мысалға, жастар көбіне жазуға, қара жазуға отырмайды. Бұл еңбек жатқан білім. Сондықтан мені шабыттандыратын өмірдің өзі, өмірдегі адамдар, уақиғалар, өткен тарих, әдебиет, өзімнің қазақ болмысым, сол шабыттандырады. Және менің өздеріңіз байқағандай басты кейіпкерлерім соңғы кезде даламыздың тағысы қасқырлар және жылқы, қыран, осылар. Қасқыр жөнінде 13 роман жазыппын. Өйткені олар маған қайтпас қайсар мінез ұнайды. Олардың тектілігі ұнайды. Олардың басқа жан-жануарға ұқсамайтын ақылдылығы ұнайды. Ғалымдар мысалы айтады, әлемдегі ең ақылды жан-жануардан бірінші шимпанзе, сосын горилла, екеуі маймыл, сосын үшінші дельфин дейді, балық. Үшеуі неге ақылды дейді ғалымдар? Өйткені адамның айтқанын істейді, қайталайды. Сондықтан ақылды адам ұнайды. Ал қасқыр көнбейді, зерікке көнбейді. Негізі ең ақылды қасқыр. Сосын жылқы, сосын қыран бүркіт. Қыран мен жылқыны қазақ үйретті қолға. Құсбегі, жылқышы, атбегі. Ал қыранды ешқайсысы үйрете алған жоқ. Бірақ қыран адамға жақын болатын кездері бар, дос болады, досын сатпайды. Егер оған дұрыс қарасаң, ар-намысын сыйлап, ол сенімен дос бола алады. Бірақ ол сенің құлың бола алмайды, сенің мазағыңа көнбейді. Сондықтан қайтпас қайсар мінез ұнайды. Және биологиясында зерттедім ғой біраз. Қасқыр шірімейді екен, өлімдігі шірімейді. Бүкіл аң құс шіріп кетеді, қасқыр шірімейді. Қызық. Тағы зерттеп кеткен кезде біздің қазақ сияқты, мұсылман қазақ сияқты өлімдігін жерлейді. Олар бірін-бірін жерлеп кетеді табиғатта. Қасқырдың сүйегін таппайсың. Қалған аң құстардың сүйектері шашылып жатады. Қасқырды көміп кетеді, апанға көміп кетеді. Сосын айдың ұлып, біз мұсылман баласы айды жақсы көреміз ғой. Мешітімізде ай бар, бейіттің басында ай бар. Қасқыр да айды жақсы көреді. Сол бір белгі де оған. Сондай тылсымдары бар. Сол арқылы, қасқыр арқылы мен қазақтың арғы бергі тарихын тербеп қозғаймын. Арғы бергі тарихын жазамын. Отарлау саясатын, қалай қазақ еркін далаға сыйған қазақ қайтып өзінің жеріне сыймай қалды. Қайтып бізді дұшпандар жаулап алды. Осыларын бәрін бұрынғы тарихпен қазіргі заманмен байланыстырып жазамын деп жүрген кезде 13 роман қасқыр жөнінде болды. Шабытты болса өмірден алам. Рахмет. Өлеңдеріңізде қасқыр бейнесін қолдануға не себеп болды? Өлеңде ме? Өлеңде сол алдымен енді Айнат өзіңнің де, саған саяқ беретін мұғалімнің де, бүкіл балалардың, бүкіл қазақтың туа бітті жауырынында қасқырдың белгісі бар бәріміздің. 2 жасқа дейін болады терімізде. Яғни бізге қасқыр қашық емес. Бірақ өкінішке қарай осыны жадымыздан ұмытқызып жіберген отарлауы бар, басқасы бар. Совет үкіметі кешегі. Мен осыдан 1-2 жыл бұрын Алматыға әдейі барып, Әбілхан Қастеев атындағы үлкен галерея музейді араладым, қасқырдың суретін іздеп. Бір сурет салмаған ғой. Қасқыр жоқ, ит бар. Дүреге иттер, құмай тазы, бүркіт бар. Жылқы бар, қасқыр жоқ. Сосын осындағы суретшілерден оралдан сұрасам, мүсін салады, арыстан салады. Мен Африканың арыстансын деген не керек? Даламыздың қасқыры бар емес пе? Қасқырды салмайды ешкім. Қасқырдың суретін салмайды. Қанынан, жадынан алып тастаған ғой. Қасқыр деген далаңда жүр. Бірақ неге олардың қаламынан тумайды? Осы олқылық толтырайын деген ойым ба, әлі өзім ішкі махаббатым ба?
қасқыр жайлы жаза бастадым, өлең туралы да. Иә, балалар, оқушылар мектептің республикалық байқауларға барып, мен қасқырмын деген көкбөрі деген өлеңдерді оқып бірінші жүлдені алып жатыр, гран-при. Сонда бір таңғалғаным кеше айтып кетті. Ұлан деген бала мектепте тұйық екен, сөйлемейді, өзімен өзі, ешкім оны өлең оқиды деп ойламайды. Сол мен қасқырмын деген өлеңді оқыған кезде республикаға барып, сахнада жүріп сөйлеп кеткен, ашылып сөйлеп, айқайлап тамақ. Ол айтады, мұғалім таңғалған, мен қасқырмын деген өлеңді мен қалай оқимын дейді, былай оқи алмаймын дейді. Сонда өлеңнің құдіреті, сөз адамды алып кетеді. Иә, сен де жазып отқан кезде оған сондай рух саласың ғой, бірақ оны тірілтетін оқитын адам. Әнге, сөзге қанат бітіретін әнші болса, Димаш мысалға, біздің әніміз әлемге таралды, мен махаббат бермаған тағдыр. Сол сияқты қағазда тұнып атқан рухты сөзге, бояуға, дауысқа айналдырады. Сол кезде адам рух береді. Көзге көрінбейді, бірақ естисің де құлағың арқылы сен одан ләззат аласың, күш аласың, рух аласың. Ол материалдық дүниеден де биік нәрсе дағы. Сондықтан қасқыр туралы өлең жазу менің қазағымның рухын оятқым келді. Бұрынғы ата бабаның бойындағы рух неге жоқ? Өйткені ол рухты біздің жоғалтты бойымыздан, жадымыздан алып тастады. Оның материалдық, рухани жағына алып қараған кезде идеологиясы бар. Совет үкіметінің, посткеңестік уақыттың идеологиясы, одан бөлек бізді азғындатты ғой неше түрлі жат әдеттермен. Арағы бар, картасы бар, ішімдігі бар, неше түрлі басқа толып жатыр. Сосын өзіңді өзің сыйламай рухтан айырылып қалды. Осы уақытта мен қасқыр жөнінде жазып, олар тектілік жөнінде жазып, қазақтың ұл қызына қасқырдай бол деген сезімді меңдеп жатырмын ғой өзімше. Осы талап. Қасқыр образы сізге қандай ұлттық және рухани мағыналарды білдіреді? Қасқыр мен қазақ екеуі бір ұғым мен үшін. Екеуі де қа деп басталады да. Қа деген сөз ең биік дегенді білдіреді, ең таза дегенді білдіреді. Қа үстем, биік, мерейлі. Қа қағанат, қа қара шаңырақ, қа қара домбыра, қа қара аспан, қа қазақ, қа қара жер, қара кемпір, қара шал, қара бала, қара қазан, қара жер. Бәрі қадан басталады. Қа деген мағына екі дыбыс өте биік дегенді білдіреді. Қазақ, қасқыр, қамен кетеді. Сондықтан мен үшін екеуі біртұтас бірегей. Өлеңдеріңіздегі қасқыр бейнесі оқырманға қандай эмоциялар мен ойларды жеткізеді деп ойлайсыз? Меніңше олардың бойындағы ұйықтап қалған рухты оятады деп ойлаймын. Жасушаларындағы миының қат-қабат түкпірінде қалып қойған жан жүрегіндегі дүниені оятып, олар өзін қазақпын деп сезіне бастайды. Өзінің ділін сыйлай бастайды, құрметтей бастайды, біле түскісі келеді. Неге осы қасқыр жөнінде мына ақын жазушы жазды дейді. Сосын әр жағынан өзі ойлай бастайды. Сонда қат-қабат екі жасқа дейін болған арқамыздағы көк белгі, тәңірлік белгі, ол күш береді. Ол қазір де бар біздің бойымызда, бірақ ол терінің астында, 40 қабат терінің астында жатыр. 2 жасқа дейін болады, ананың омырауы емгенге дейін. Сосын су алып шыққаннан кейін ол терінің астында қалады, биологиялық. Бірақ сол рух жатқан. Өйткені 429 жылы біздің дәуірімізге дейін Ордостан Алтайға дейін біздің бабаларымызды, ғұндарды, қазақтар деп айтайыншы мен сақ, скип, ғұн дегенді қазақ деген бір сөзбен айтамын. Өйткені біздің арғы бабамыз. Соларды тағбаштар, қытайлар, шүршіттер қырып жойып өлтірді ғой. Сонда жалғыз құрттай баланы қалдырады, аяқ қолын молақ қылып шабады, батпаққа тастайды. Сонда бөлтірігінен айырылған қаншық қасқыр, яғни ұрғашы аналық бөрте, ана желкесінен бір көтеріп алып, өзінің бөлтірігі сияқты аяқ қол шабылған, соны асырайды, сүтін береді, емізеді, ет әкеліп береді, басқа жыртқыштар жолатпайды. Сосын ол өсіп өніп Европаның кейіпкеріне айналды. Тарзан дегенді білетін бе, Маугли дегенді білетін бе, сол деген біздің қазақ. Ол Тарзан, Маугли деген олар әдебиетке салды, көркем әдебиетке. Ол біздің қазақ баласы құрттағандай кезіндегі. Сол бала өскесін Ашина тайпасының құрды, тірі қалған қазақтың қызын алып, оның қызын алып, екеуі отбасын құрып, одан ұрпақ тарады. Одан келе-келе біз тарадық, біз қазақ. Сөйтіп жер бетінде қалдық. Соның белгісі ретінде Құдай тағала арқамызға көк белгіні қалдырған. Соның жатыр.
ол аңыз емес, ол шындық, ақиқат нәрсе, 100% ақиқат. Сондықтан да біздің бойымызда қасқырдың қасиеті бар, өрлігі бар. Қасқыр біздің жеген етімізге зәру, төрттілігімізді бірге бағады, бірге жейді. Қазақ жылқыға құмар, жылқының етіне, қасқыр да солай. Судың тұнығын ішеді, қазақта судың тұнығын ішеді, шаңырағынан құдық қазып. Қасқыр болмаса мына табиғатта шөп те өспейді, бұлақ көзі де болмайды. Бүкіл тіршіліктің бәрі өліп қалады. Қасқыр зообаққа қамап қойғанның өзінде шауып жүреді. Мен еркіндіктің мақұлығымын, мына жерде тұрмаймын, мен далаға кетемін дейді. Жабатта жүреді. Қалған аюың, арыстаның жатады. Олар сал болып ауырады семіздіктен. Оларға дайын ет, дайын май, соны жейді жатыр. Қасқыр ешқашан жатпайды. Әрі кетсе 5 минут жатуы мүмкін дамылдап, бірақ үнемі шабатта жүреді. Үнемі ұлиды. Менің жерім бұл жер, бұл қазақтың жері деген сияқты. Бұл қасқыр деп. Осы қасиеттері оқырманға, қазаққа ой салса екен деп жазам ғой. Сіздің пікіріңізше, қасқыр символикасы арқылы қандай әлеуметтік немесе мәдени тақырыптар ашылады? Бұл символика, бұл кескін бейне таңба тек қазаққа ғана емес, бүгінгі таңда адамзатқа қажет. Қазір адамзаттың тарихына қарасақ, бірін-бірін жерін тартып алу, жыртқыштық бар. Ал қасқырдың тарихында ондай жоқ. Бізге қасқырды басқаша түсіндіріп келді. Европа, орыс әдебиеті, басқа әдебиеттерде қасқыр бір жыртқыш, оборотень дейді, жаңағы түнде бір қорқынышты мақұлыққа айналып кетеді. Олай емес. Керісінше қасқыр жын шайтанды аулайды. Қазақ сондықтан да оны керегеге келіп қояды. Ағаш үйде, киіз үйде кереге іліп отырады ғой. Ал енді аюдың терісі, жолбарыстың терісі болса, оны керегеге келмейді. Оны аяқ астына тастайды. Табанын сүртесің де ішке кіресің. Қасқырдың терісін қай ұлттың баласы болсын жерге төсей алмайды. Рух жібермейді. Құдай тағала, Тәңір тағала, Алла тағала рұқсат бермеген. Сондықтан іліп қояды. Қасқыр тірісінде біз ол сияқты көре алмаймыз. Ол көз көргенде көзге көрінбейтін параллель ғаламдағы жындарды көреді. Жындарды аулайды. Сосын бесіктің басына қазақ қасқырдың құйрығын, болмаса азуытысын іліп қояды. Неге іліп қояды? Жын шайтан жоламасын іліп қояды. Жын шайтандар қалай көреді? ДНК, РНК деген нәрсе бар биологияда. Сонымен көреді. Мысалы қазақ киіз төсейді. Үкі тағады қыздардың тақиясына, әншілердің домбыраның басына. Ол сәндік үшін ғана емес. Ол үкі деген тірі кезінде тышқанды да, бүйені де жеп қояды, қарақұртты да жеп қояды. Өлгеннен кейін соның қасиеті жаңағы тал үкіде қалады. Жаңағы жәндіктер жолай алмайды үйге. Бәле зиянкестер. Қазақ сонда ешқандай құдайға серік келтіріп тұрған жоқ. Құдайдың ғылымын, ілімін пайдаланып тұр да. Киіз де солай. Қой ол жайылып жүрген кезде бүйені де жеп қояды, жыланды да тұяғымен тапап өлтіреді, қосақаны жылатпайды. Өлгеннен кейін қазақ одан киіз жасайды. Киізде өзінің иісі бар, шуаштың иісі бар. Келатқан жыланың жорғалап қашып кетеді. Бүйең бұрылып кетіп қалады, өйткені ана жерде ДНК-дан көріп тұр. Ана жерде қой бар, қой жайылып жүр. Біз киізді көреміз. Өлгеннен салынған. Қазақ айнат мынандай жыл туған деп тек қана киізге жазады. Басқа жерге жазбайды. Ол киіз деген ертең сіз ұзаған кезде, қыз бала ұзатқан кезде сол киізді алып кетеді. Мысалға батыс Қазақстанның қызы солтүстікке шығысқа ұзап шықса, сол киізді беріп жібереді. Ал ол киіз оған дейін соның аты жазылып, Айгүл, Гүлмира бола ма, Ажар бола ма, Сәуле бола ма, туған жердің топырағын, ата бабасының аяғының таңбасын, қолының таңбасын сіңіріп жатады. Ол киіздің үстінде балалар аса салып ойнайды, асық ойнайды. Алысады, жұлысады. Үлкен кісілер бата береді, дұға береді, ата әжелер намаз оқиды. Соның барлығынан громпластинка жазып алады киіз деген. Сосын алып кеткен кезде туған жердің қасиетін, дұғасын бәрін үйіне алып кетеді. Сосын сол қыз баладан тараған ұрпақ нағашысына тартады дейді. Нағашы елінен бүкіл қадір қасиетті тек қана қанмен, жанмен алып кетпейді, мінезбен, материалдық тұрғыда да алып кетеді. Ана киіздің үстінде ойнап өскен бала бақытты болады. Әрі табанынан ызғар өтпейді, әрі қадір қасиет. Ананың барлығы соған бойына дариды. Сондай қасиет. Соны қазақ халқы білген. Жазу керек, көрсету керек. Қасқырдың да қасиеті осылай. Қасқырдың терісін 40-тан асқан адамдар ғана ішіп қиып, жамылып киеді. Жас уақытта киюге болмайды. Оның мен зерттедім. Өйтсе, оның қызуы мықты. Өте қатты қызуы. Ана сүйекті майыстырып жібереді екен.
жас адамның қызуы осы да қатты ғой. Ол қызуға қызу қосылған кезде сүйек майысып кетеді. Сосын болашақта ол адамнан ұрпақ болмай қалуы мүмкін. Сосын қазақ рұқсат етпейді. Ал 40-тан асқан адамның ызғар сүйектің ішінен шығады. Ішіндегі сүйегінен бастап өзіне өзі тоңа бастайды. Сол кезде сыртынан киген киімінің өзі жылытпайды. Қасқырдың ішін киген кезде жылиды екен ғой сүйек. Анау қасқырдың қызуы еттен өтіп сүйекке жетіп, ана үлкен кісілердің жылытып жүреді, рахаттанып жүреді. Сондай қасиеттері бар. Соны қазақ білген. Қасқыр бейнесін өз шығармаларыңызда жеткізу үшін қандай әдеби тәсілдер мен стильдік құралдарды пайдаланасыз? Менде қарапайым барлығы. Бірақ мендегі әрбір қасқыр бөлтірік болсын, ол жаман ауыз, жаман қасқыр болсын, жұрттың малына шабатын. Барлығының аты бар, есімі бар. Дүниеге келгенде қойылады, кейде аңшыларға қойғызам, әрбірден соң бірден атыменен туған қылып салып кетемін. Басында менде аймен аталатындар бөртелер болды, қыздары, яғни құртқалар. Жаңағы Айсүмбіл, Айсырға деп беремін. Көктен бастаймын. Көк найза, көк сеңгір, көк қылыш, ай қылыш. Көктен басталатындары бөрлер, бөрте. Шыңғыс ханның жұбайының аты бөрте ғой. Бөрте ана, бөрі ер, әке. Құртқа дейді. Қобыланның жолдасы құртқа. Құртқа деген қасқыр деген мағына білдіреді. Құртқа дейді. Сосын еркегін жал деп айтады. Жал тек қана еркекте болады. Қара желкесіне құйрығына тақап қара жал өседі. 4 жыл 5 жылдан кейін бітеді. Оған не ол жал бітпейді. Жал тек қана еркек қасқырда болады. Жал неге бітеді? Жал деген ол антенна. Айғырларда болады жал. Олар түйіліп қалады бүйтіп. Қыздың шаш бұрымы сияқты. Неге түйіледі? Ол ғарыштан ақпарат алады. Ғарыштан жұлдыздардан ақпарат келеді. Қай жерде су бар, қай жерде ну бар, қай жерде мылтық алып адам келе жатыр аңшылар, қай жерде шықса, соның бәрін біліп, айғыр өзінің үйірін бағады, қасқыр өзінің үйіріне тамақ әзірлейді. Егер қасқырлар аш болып, сол жылдар қуаңшылық болып тамақ келмесе, тәңірге жалбарынады, ол дейді: ей алла, маған үйірімді сақтайтын бір не берші, азық берші дейді. Сол кезде аспаннан жалғыз тал бір жүннің жұрқасы ма, құстың қауырсыны ма келіп тұмсығына қонады, қасқырдың қара тұмсығына. Мүмкін ол отар киіктің бір белгісі. Соның иісі арқылы барады да азығын тауып алады. 62 күнге дейін олар аштыққа шыдайды, мықты, өлмейді. 62 күн 2 ай ғой. Сосын бөлтірігінде солай. Бөр сырғақ амалы болады. Ақпан қыстың соңғы айында 17-сінен 25-іне дейін 9 күндей. 17-сінен ақпанның өзі 17 жыл өмір сүреді қасқырлар. Содан кейін 62 күннен кейін мамыр туа, мамырдың басында бөлтірік дейді. Бөлтірік бөртенің ішінде жатырында 62-63 күндей жатады. 62 күннен кейін бар бөлтірік дейді. 18 күн көзі көрмей соқыр болады. Бірінші бөлтірікті соқырда бітейді. Бірақ тұмсығы иіс біледі. 18 күннен көз ашылады, көз көк болады. Сосын жайлап 2-3 айдан көз сарғая бастайды. Сары жасыл болады көзі, өткір болады. Бірақ иіс сезуі бірінші дамығандықтан тұмсықтар ұзын ғой. 250 миллион иісті айырады. 250, қазір 300 миллиондай болған бұлар. 250 миллион. Заттар шыға берген сайын ол дамыта береді. Аңшы 100 амал білсе, қасқыр ұстаудың 101-ші амалды қасқыр біледі. Ол жағдайға байланысты сол бойда ойлап табады. Қуып кеткен кезде, егерде орманда жаңағы ескі бұтақтар бар ғой, ағаштың түптері, тамырлар, шауып кеткен кезде таба алмай қалады. Солар сияқты жата қалады да бекісіп. Сұр ғой денесі. Ана ағаштан айыра алмай қалады. Ағашқа қарайды, ағаштар қандай, жапырақтар қандай, солар сияқты жата қалады. Дем алмастан тыныс. Аңшылар ұрсып кетеді, оны ағаш деп ойлайды. Ол айланы мықтап. Сосын ешбір семіз қасқырды көрмейсің табиғаттан. Қасқыр семірмейді. Өзін үнемі сарбаз қалпында ұстайды. Ана бөлтіріктерін асырап ет әкеліп береді, сүттен емізеді, семіреді, быт дейіп. Сол кезде қараша көзде өзенге апарып, көлге апарып, жақын жердегі мұз бар бетінде салып қояды бөлтіріктерін. Аналар тоңады ғой, аяқтары қалтырап, табандарынан салқын су ана майды сораттарды быжылдатып күйіп кетеді, майлардың бәрі салқынға. Шығайын десе шығармайды. Ата-анасы итере дейді. Қашан жаңағы тоңып қалтырағанша. Сөйтіп бүкіл майын сорғызып алады. Сөйтіп семіртпейді. Үнемі шауып жүреді.
жүгіріп жүреді. Бір ізбен жүреді ғой, 100 қасқыр бір ізбен кетіп қалады. Иттер әрпіз иттер масадан сияқты аннан басады. Оларда не жоқ, тәртіп жоқ. Бұларда тәртіп бар. Бір ізбен жүреді. Осы қазақ сияқты деп айтатыным, үлкейген кезде зейнетке шыққан ата-анасын бағады ғой қазақтар. Сол сияқты бұларда үлкейген кезде тістері босайды, аңылдай алмайды, жүгіре алмайды. Соларға апаны жасатса, бұларға аңның жылы жұмсағын әкеліп береді. Жылы етін, ең жұмсақ майлы сүйекті еттерін әкеліп береді. Шандыр шалағын өздері жейді. Сосын апанға жаңа бөлтектерін, аналықтарын үлкендер жасады да, ерлері мықты бөрілер, сау көкжалдар тек қана сыртта жатады, апанға жатпайды олар. Сыртта апанның аузында жаңбырда, дауылда, боранда, аязда тұмсығын салып қойып жата береді. Тоңбайды өмір. Ауру дегенді білмейді. Иә, олар ауруды аулайды. Аңдардың әлсізін, ауруын, ақсақ тоқсағын аулап, табиғатты індеттен құтқарады. Қасқыр жоқ болса, бүкіл үй жануарына дейін семіріп кетеді. Семіріп, ауылдың айналасын топырақ, шаң басады, эрозия болады. Олар енді қасқыр жоқ болғасын, қорқыныш жоқ қой. Шөптің бәрін жей береді, суды іше береді. Сөйтіп семіріп, былғап, бүлдіріп, жан-жақтың бәрін құмбасып кетеді. Ал қасқыр бар болса, олар өздерін сергек ұстайды. Мына жерден құрттай жейді, мына жерден құрттай жейді, құрттай су ішеді, шауып жүреді. Өздерін сергек бүйтіп табиғатты қарап. Өйткені қасқыр бар, қасқырдан қорқады. Сондықтан ол өздерін формада ұстайды. Қасқыр жоқ болса, табиғатты бәрі құрып кетеді. Жоқ. Екі қасқыр мысалға, мына жақта 200 километр жерде қасқыр өмір сүрсе, бір жақта бір қасқыр өмір сүрсе, соның ортасындағы бейтарап жол, ол шекара. Ортада қалады. Екі елдің шекарасы, Қазақстан мен Қытайдың шекарасы, Қазақстан мен Орыстың шекарасы. Мына жақта Арантұрмен бекіп тастаған, Арантұр, мына жақта шекара заставасы бар, мына шекара заставасы бар. Ортада бейтарап жер бар ғой. Сол қазақ адамдар бүкіл мемлекет қасқырдан үлгі алған. Қасқырлар үйреткен адамдарға. Сөйтіп, ана бейтарап жердегі қабанға, елікке, қоянға тимейді. Мына жақта қасқыр дейді, мына жақта қасқыр тимейді. Бірақ ана жердегі бейтарап жерде суда бітеді, шөпте азаяды ғой, сыймайды ғой. Оның ені деген бір 30 километр болуы мүмкін. Ұзындығы кете береді жер бетінде. Мына қасқырлар. Таусылғасын, су таусылған, шөп таусылғасын, қасқырдың жеріне кіреді территориясына. Сол кезде қасқыр оны бас салып жейді. Өйткені шекарасын бұзып кетті ғой. Бірақ бәрін жемейді, керегін ғана алады, қалғанын ырымбайды. Сосын қасқырдың бір қасқылмайтын жолдасына қасиеті, бір қасқыр қуып кетсін аңшылар. Боранмен қуып кетемін, атпен қуып кетемін, машинамен қуып кетемін, қашып кетеді де, жалп бұрылып кері қашады. Атылып өледі де оққа қарсы. Неге? Өйткені басқа қасқырдың территориясына кіріп кеткен ғана деген. Еспен сезеді. Өзіне төнген пәлені басқа қасқырға, танымайтын қасқырға, қаймана қасқырға алып бармайды. Жолдас қасқырмайды шығар. Қасқыр қасқырмай жолдасына деген қазақстан айтқан. Басқа қасқырдың территориясына кірмейді ол. Өліп кетсін мейлі. Оның несі мықты, рухы мықты. Сосын қашып жүріп, неғып мықты қасқырлар алдынан қосаяқ қоян кездессе, соны жұлып алады да аңшыларға лақтырады аңшыларға. Мен сендерден қашып жүрген жоқпын дейді. Мен аң аулап жүрмін дейді. Сонда қасқырлар көрдің бе дейді. Мен қашу дегенді білмеймін дейді. Мен аң аулап жай ғана ауада жүрмін дейді. Өзі қашып кетіп өлейін деп жатыр. Сондай тектілік бар. Өлсе өлімдігіне шыбын қонбайды, құрттамайды. Құрт құмырсқа жоламайды. Қасы өліп жатса, құртта болсын, құмырсқа болсын бұрылып кетеді бәрі. Шыбын ұшып кетті ме, бұрылып келе жатады, үрейге қонбайды. Тек қана көзін ғана сауысқан Құдайдың рұқсатымен көзін ғана шығып алады. Қалған денесін бәрі өзіне сол күйінде қалады. Егер де адамдар күзетіп тұрып шертпесе, бағып тұрып өліп қалса, екінші қасқыр келіп оны алып кетеді де көміп тастайды. Жерге береді. Осындай қасиеттері бар. Бұл әдістер сіздің поэзияңызға қалай ерекше әсер береді? Поэзияма үнемі рух береді, күш береді. Тектілігі, табиғатта 17 жыл өмір сүрсе де мені қайран қалдырды. Әлі ертек бәтім, мен Абай Мауқаралы деген әдебиет жазушы бар, жазушы. Маған айтады, сен 13-14 роман жаздың ғой, жарайды ғой, миссияңды атқардың қасқыр жөнінде. Басқа тақырып ауызша дейді. А мен қасқыр 17 жыл өмір сүргесін 17 роман жазғым келеді. Қазір 13 жаздым, енді 4-еуін жазсам. Және маған берілген міндет болып тұр. Мен 6 жасымда тірі қасқырды көрдім, екеуміз бір-бірімізге сонда достықпен қарадық.
қасқыр маған қарады, мен оған қарадым. Айнат сен сияқты жерде қасқыр болды, мен мына жерде тірі қасқыр. Ортамызда әйнек қана болды, көліктің ішінде отырып. Бірақ екеуміз, мен әйнекке жабысып қарадым қасқырға, сондай бір ғашық сезіммен. Ғашық дегенде адамзаттың, Алланың жаратқан бір жаратысына деген рухқа ғашық. Ол да маған қарады, мына адам баласы маған дос қой деп. Екеуміздің арамызда достық байланыс орнатылды. Соның белгісі ретінде ойлаймын мен, ашықта жеген құйқаның дәмі аузынан кетпесін деген Аяз би атамыздың кедей кезіндегі шапан іліп қояды қан болғанда. Сол сияқты менде пәтерім баспананың нөмірі 17. Мен 7 рет баспана ұстадым. Жатақхана тұрдым, орыстың, ананың, мынаның үйін жалдадым, бәрі 17 ғой. Қазіргі алған үйім тәуелсіздіктің арқасында 17. Яғни 7 рет. Бұл кездейсоқтық емес, өмірде кездейсоқтық нәрсе болмайды. Құдайсыз қурай бас сынбайды дейді ғой. Сондықтан 17, қасқыр 17 жыл өмір сүреді. Мен мына кітабым «Қасқырдың махаббаты» деген кітапты тапсырғам Байдагүл сервиске. 17 наурыз күні өндіріске кетіпті. Қуанып қалдым. Енді айтады, бүгін хабарлап жатыр, 17 көкек күні дейді. Шығады дейді. 17-сі күні. Ана айда 17-сі, мына айда 17-сі. Жай емес қой. Қасқырдың махаббаты деген. Маған айтады, қасқырдың махаббаты бола ма дейді. Әрине болады. Қасқыр өзінің үйірін жақсы көреді, туған жерін жақсы көреді. Қасқыр біздің тілімізді түсінеді, қазақ тілін. Біздің тілімізді, әлемдегі басқа тілді түсінбесе де қазақтың тілінде. Жылқы, қыран, қасқыр біздің тілімізді жақсы түсінеді. Өйткені біздің малшылар, жыршылар, аңшылар осы тілде сөйлейді, айқайлай, жан-жануар сөйлейді. Соның бәрін естиді, соның бәрін түсінеді, құрметтейді. Біздің мемлекеттік тілімізді даладағы қасқырымыз құрметтейді, қыранымыз, жылқымыз құрметтейді. Біз неге құрметтемейміз? Неге сүймейміз? Құрметтеу аз, оны сүю керек тіліңді. Осындай қасиеттері мені тарта бергесін болар. Қалам осы тақырыпқа жорғалап жүріп кетеді. Осы бағытта жүрем. Кейде басыма қасқыр бөрік кием, қасқыр ішік кием ғой. Біреулер айтады маған сұраққа, сен қасқыр соншама жақсы көрсең, неге өлген қасқырдың терісін жамыласың, бөрігін киесің? Айтсам, сен түсінбейсің. Сенің ата-анаңды жақсы көресің ғой. Ол ата-анаң мәңгілік емес. Өмірден өтеді. Сол кезде сен оның фотосуретін альбомға сақтап қоймайсың, альбомға. Кейбіреу іліп қояды тойге. Иә, ата-анаңды жақсы көрдің ғой. Сол сияқты мен де қасқыр жақсы көрем, оны өлтірген мен емес. Ол тағы да солай өлді. Басқа бір аңшы атып алды, әлде өзі жаны. Бірақ менің қолыма соның бөрік болған терісі түсті. Мен неге оны құрметтемеймін? Мен құрметпен, махаббатпен кием. Иә. Ал мен соны киіп білдірмесем, менің қасқыр жөнінде жазып жүргенім тағы адам білмейді. Мен жаңағы Европаша киім киіп жүре беремін. Мен ана бөрік кигесін бәрі ойланып қалады. Қасқырдың жүзігін таққасын қарап қалады. Сосын сұрақ қояды. Сол бір сәт үшін керек те. Сол бір сәт үшін керек. Басқалай әрине. Жаңағы біреулер вегетарианство болады, ет жемейін деп, жан-жануар жемейін дейді де. Ол адам негізі жеу керек, ет жеу керек. Ет жемесе тісінің бәрі түсіп қалады. Сүйегінің бәрі мүжіліп қалады. Құласа өмір жазылмайды. Ол табиғат, Құдай тағала солай жаратқан. Адал нәрсені азық қылу керексің. Сол сияқты киім кешекте де солай. Ойбай, мен жақсы көреді екен деп қасқырдың терісінен қашпаймын. Осындай бір түйткілдері бар. Заманауи оқырманға қасқыр символикасы қандай жаңа мағыналар бере алады? Заманауи оқырманға қасқырды көп нәрсе береді. Мысалға, мен өзімнің тәжірибемнен білем, Айнат. Оқып жатқан оқырмандар, мен де қызғаныш жоқ. Бір ақын жазушылар кітабын жазып бітіріп, баспаханадан шыққасын сатып сөйтеді, тұсаукесер жасайды. Болмаса киноны шығарады да, кино түсіргендер бірінші кинотеатрларда қояды. Жаңағы касса ақша түсу керек. Сосын барып ютубқа неге тегінге шығарады. Менде ондай жоқ. Менде сезім жоқ, ондай ой жоқ менде. Мен жаздым ба, оқырманға түсу керек ол. Ол кітап болып шыға ма, ол электронды нұсқада ма, ол ютубта ма, бастысы оқырманға жету керек. Ақша мәселе емес мен үшін. Ақша ол кейін екінші, үшінші тұрған нәрсе. Сондықтан да оқырмандарға кітап болмай жазып шыққан мен романдарым арқылы білем, қасқыр туралы көзқарасым өзгерді дейді. Қасқыр деген қандай мықты, қасқырдың табиғаты, қасқырдың
адамға жақындығы, әсіресе біздің қазаққа жақындығы қандай күш, соның бәрін қалай ашқансыз деп олар қайран қалып, ана кітап болып шықпай жатып оқып алған романдарының кітап түрінде шыққанын сатып алады ғой. Яғни ақша мәселе емес. Ол ақша келеді бәрібір. Ол былайша, бізде тек арды ойлама, пайды ойла болып кеткен ғой. Негізі Абай атам дейді, пайды ойлама, арды ойла дейді ғой. Сол ауысып кеткен. Арды ойласаң, онда пайданы өзі ақ келеді. Маған пайда, ақша не үшін керек? Екінші кітап шығару үшін керек, баспаханаға төлеу үшін керек. Иә. Отбасымды асырау үшін керек. Тесік тамақ деген бар ғой енді. Адам күн көру керек. Өзіңді ұстап жүру керек. Жазу үшін, күш қайрат үшін. Басқалай бір шалқу үшін, атақ даңқ үшін түкке қажеті жоқ екен. Кітаптан пайда түспейді екен. Ол пайда тек рухани пайда. Бір кітаптың ақшасы екінші кітаптың ақшасын жабады. Баспаханаға төлейсің ғой. Қағазы, бояуы қазір қымбат. Сөйтіп жүріп жатырмыз. Сіздің пікіріңізше, поэзиядағы қасқыр бейнесі жеке тұлғаның ішкі дүниесін және қоғамдағы ұлттық сана мен болмысты қалай бейнелейді? Меніңше керемет бейнелейді. Иә. Есіңізде ме? Димаш Құдайберген Европада ән салған кезде Самал тау деген әннің басында ма қасқырдың дауысын жіберді. Қасқыр ұлиды. Бәрі қайдан қалады, таба алмайды, бұл ненің ұлы, ол ненің дауысы дейді. Оны қазақ бірдеме деп отыр, бұл қасқырдың ұлы дейді. Көрдің бе? Қасқырдың дауысының өзі олар сондай сезімге салып, әлсері күйде жатыр. Мұхтар оянып, не өкет деп үзілмеген бір нәрсе, керемет дауыс. Сондықтан егер ол поэзияға айналып жатса, ол сондай әнге айналып жатса, ол адамды бейжай қалдырмайды, ол күш береді, рух береді. Қасқыр тақырыбында менің әндерімде баршылық. Қасқыр деген күйде бар ғой, ықыластың күйлері бар. Қасқыр тартады, жаңағы қолбенен береді. Домбыра мен келтіру қиын, қобызбен келтіреді. Сондықтан да адамзатқа, ол бүгінгі адамға қасқыр рух береді деп ойлаймын. Қашанда рух береді, мықтылық береді. Күйбең тіршілік, өмірдің қиындығы, ұнжырға түсіп, түңіліп жүрген кезде басынды көтеруге күш беретін дүние ғой, қайнар көз ғой. Мысалға, отарлаушы Басакөк деп біздің елімізге кірген дұшпандар кезіндегі атын атап түсін түстемесек те тарихтан білеміз. Қазақтың даласындағы жолбарыстарды жойды. Ең соңында Іле жолбарысын жойды. Мұхтар Мағауин атамыз жазды оны Шақан жерісінде. Ол жолбарыстар біздің даламызда болды күні кешеге дейін. Оларды жойды патшаның әскері. Жаңағы бір қазақтың ұлттық коды сонда тұрғандай. Онда емес екен қазақтың рухы. Қазақтың рухы қасқырда екен. Қасқыр жойылған жоқ. Көгіміздегі қыранды жойылған жоқ. Жылқымыз тағы бар. Сондықтан да осы үшеуі жаңағы символ. Қыран бүркітіміз көкте, жылқымыз, қасқырымыз, үшеуі аспандағы жұлдызды көреді, темір қазықты көреді, айды көреді, күнді көреді. Жорғалаған жыланын басын төменнен көтермеген басын аюың жұлдызды көрмейді. Олар жұлдызды көретін жаңа үш мақұлық, үшеуі қазаққа жақын. Сондықтан да бұл тақырып мәңгілік және көкжал қасқыр бейнесі поэзия, прозада көрініп жатса, ол адамға қашанда биік болуды, ұнжырғасын сүрмеуді, еңселі болуды, рухты болуды негіздейді. Болашақта шығармашылық бағытыңыз қандай? Және қасқыр бейнесін жалғастыра отырып, қандай жаңа идеяларды енгізуді жоспарлайсыз? Болашақта жоспар дегенде қазір көкжал туған деген қазақ пен қалмақтың шайқасын жазып жатырмын. Одан келіп орыс патша үкіметімен қазақ халқының арасындағы текетірес жер үшін, ел үшін күрес кетеді. Соның ішінде де қасқыр бар. 40 жыл қырғын деген диалогияны бітірдім, баспаханада да жатыр. Онда совет үкіметінің бүкіл бет-пердесі ашылады, әшкере болады. Қазаққа жасаған қасқандығы, қиянаты. Оның ішінде де қасқыр қатар жүреді. Ақжан, Ақжібек деген қазақтың ұлы мен қызының махаббаты, соларды қасқыр параллель өмір сүреді. Күрес қатар қайнайды. Болашақта да осындай бағытта
еңбектер туады деп ойлаймын. Өзіңе сөздің басында айтқандай 17 роман бүтіндегім келеді. Тірі тұрсам мен қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп айтып кетті ғой Әлихан. Бізде сол деніміз сау болып тірі тұрсақ, осы романдарды жазып бүтіндеп, тек қана қазақ емес, әлем жұрты оқитындай қылғым келеді. Мен Алладан тілеп, махаббат бермеген тағдырды биікке шығардым. Дұғамды қабыл етіп, Димаштың орындауымен қазір әлем жұрты орындайды. Мен одан бір тиын ақша тапқан жоқпын, маған қажет емес. Миллион берсін алмаймын, қажет емес. Қарттар үйіне болмаса жетімдер балалар үйіне аударып жіберемін, егер сондай ақша әкелетін болса. Сосын армандадым, Алла тағала маған проза бағытта бір романым, повесть, хикаятым аударылса ағылшыншаға, испаншаға, түркше аударылса, тараса деп едім. Алматыдан кәсіби аудармашы хабарласып тұр ғой маған. Абадан роман аударып қойды ағылшыншаға. Енді соны жаққа шығаратын менде бір тиын тиген жоқ. 5-6 миллион ақша керекті, бастап қойған. Алдыңғы жылдар ол 1-2 жыл бұрын оған 4 миллион өскен шығар деп ойлаймын ғой. Сонда аудармашыға, баспаханаға бересің жаңа қаражатты, естественно қазақ әдебиеті үшін керек ол. Ол ағылшыншаға шығады. Ағылшыншаға аударылса 700 миллион оқырман бар деген сөз Еуропадан. Сөйтіп, ол менің атағым шығу емес, қазақтың аты шығады, қазақтың әдебиеті көтеріледі, қазақтың танымы көтеріледі. Осы нәрсеге келе жатырмыз желеп-желеп. Мен сеземін өзіме. Мені Қазақстан жазушылар одағы басқалар мойындамайды, менсінбейді. Мен жазғандарымды оқымайды, жазғандарымды баспайды. Жіберіп шығармайды. Бірақ іштей мойындайды. Абай Моқыралы деген жазушы бар, Алматыда тұрады. Моңғолиядан көшіп келген 90-шы жылы, 91-де. Сол кісі Мұхтар Мағауин атамыз тірі кезінде 1 жыл бұрын 2024 жылы жазды. Мұхтар мен Мұнайдар деген есте жаз 22 бет. Қазір ол мәдениет сайтында, Абай порталында, тағы сайттарда отыр. Сонда менің жазушылық лабораторияммен Мұхтар Мағауинді салыстырады. Сосын 40 жылы қырғыннан мысал келтіреді көп. Мұхтар атамыз сары қазақ жазды дейді, совет үкіметін әшкереледі, бірақ символикамен жазды дейді. Енді Мұнайдар бауырымыз 40 жылы қырғында сол тақырыпты жазып отыр дейді. Адиын ашық ешкімнен қорықпай дейді. Анау жылдар өмір сүрсе бұны атсайтын еді, өлтіретін еді дейді. Мағжандар сияқты, Жүсіпбектер сияқты. Бұл жазып отыр дейді. Ана сары қазақты оны орап алады деген ғой. Яғни Мұхтар атамыз тірі кезінде мені одан кәдімгі ете қабыл болмаса, мен емес, менің шығармашылығымды кісіп қойғанда, шындық бағадан. Жазушыда ақиқат болу керек. Ақиқат болмаса сенің жазғаның көктен тұрмайды. Одан сен мемлекеттік сыйлық аларсың, Нобель сыйлығын аларсың еді. Бірақ ол пайда жоқ. Ұлтыңа қызмет етпесе, ұлт деген нәрсе ұлыққа лайық тек деген сөз ғой. Ұлық Алла, тек қазақ, соған лайық болу. Ұлт деген сөз шығады сонда. Ұлыққа лайық тек. Ұлыққа лайық тек үшін қызмет етшін. Сондықтан да болашақтағы шығармаларым осы бағытта болады деп ойлаймын. Рахмет көп. Айнатты айналайын, айдана сіздерге де Алланың бақ берекесін тілеймін. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Істеген амалдарыңыз, көркем амалдарыңыз өте көп болсын. Аллаху акбар. Рахмет ағай, сұхбатыңызға. Шығармашылық шабыт тілейміз. Әмин, рахмет. Армандарыңыз